Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында майонез жасаймыз. Небары бірнеше минутта осындай дәмді, қою майонез дайындаймыз. Біздерге керегі тұз, қант, жұмыртқа, горчица, сұйық май және лимон қышқылы. Ең алдымен блендердің ыдысына сұйық майды құямыз. 1 шай қасық горчица саламыз. 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және кішкене ғана лимон қышқылы. Жұмыртқаны қосып араластырамыз. Мінекей достар, үй жағдайында оңай жасалатын өте дәмді майонез рецептісімен бөлістім. Сіздермен бірге болған асхана әлемі лайк басып, комментарий жазып және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.